Мен 5-ші класстан оқушысымын, Махмутов Нұрай Асман. Жұмыстың тақырыбы? Жұмыстың тақырыбы көбік жинақтың жолы. Келесі. Қандай материалдарын пайдаланыңыздар? Екі кішкене мотор, бір Сіз ішпетіңіз керек бұл? Болды. Баладан баққа шықпесі қайта береді, бай бар. Men sizlarga hozir dunyotanish fanida o'zim yuklagan ilmiy ishimni aytib beraman. Jiyda foydali. Jiyda juda ham foydali daraxt. Jiyda daraxtining guli odamga xursandchilik alomatini olib keladi. Har kuni mo'jazgina hovlimizda gullab o'sayotgan bir top oq o'rikni, sadaf kabi mevalarini yoki keng shoxlari bilan qo'l yozib tutasari soya tashlagan tut daraxtini ko'rib ko'zimiz kurnaydi. Shoh-supradagi rayhonlar jambillarni qo'yavering. Ивановна Академия, ученица 5 класса школы номер 13 имени Аль-Фараби. Тема моего проекта «Мир синонимов». Цели и задачи моего исследования показать, что выбор нужного синонима и его правильного употребления необходимы условия яркой, выразительной и точной речи. Выяснить, что такое синонимы и почему они возникают. Отличить синонимы языка друг от друга, а также исследовать роль синонимов в языке художественного произведения. Проблема моего исследования – выбор нужного синонима и его правильного употребления, необходимые условия яркой, выразительной и точной речи. Отличаются синонимы языка друг от друга. Например, глаза, очи, зенки и гляделки. Глаза – это у нас общеупотребляющие, очи – это поэтические, зеницы – старые, гляделки – рассроченные. Sizlerle kıymetli ustazlar, және оқушылар. Менің есімім Ирисмай Тобиғұлова Сажанов, 5-ші В сынып оқушысымын. Ғылыми жоба тақырыбы Мұқағали Мақатай шығармаларындағы метафоралық қолданыстық ерекшеліктері. Жұмыстың мақсаты Мұқағали Мақатай шығармаларына балалардың қызығушылығын оята білу, сонымен қатар Мұқағали Мақатай шығармаларындағы метафоралық қолданыстың маңызын және тұрғын түрлерін балаларға үйрету және бір Мұқағали Мақатай басы ақын деп мен қалай айта аламын, халқымның өз айтқанын қайталамын. Күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын. Қазақ тіліндегі метафоралар тілдік қолданыстық сипаты. Метафора табиғатында жұмбақтылық бар Аристотель. Қазақ тіліндегі метафоралар олардың тілдік сипаты. Метафора грек метафора ауыстыру троптың бір түрі. Құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілер негізінде астарлы мағынада қолданылуы.